Good day, children. How is it going? Now let's begin today's our new lesson. Open your book on pages 84 and 85. Қайырлы күн балалар. Сіздерге бүгінгі жаңа тақырыпты түсіндіріп беремін. Ол үшін кітабымыздың 84-ші, 85-ші беттерін ашамыз. Сол беттегі барлық жаттығулардың қалай дұрыс орындалу керектігін мен сіздерге жақсылап түсіндіріп беретін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік жаттығуларды орындаймыз. Exercise 16. Listen, point and repeat. Бұл жерде балалар бізге жылдың 12 айының ағылшынша атауларын берген. Соны тыңдаймыз және қайталаймыз. Repeat after me. Менен кейін қайталаңыздар. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Қайта қайталасақ, есімізде жақсы сақталатын болады. Келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 17. Read and say. Оқимыз және қайталаймыз. It is the 7th month. Жылдың 7-ші айы. It is July. It is the 10th month of the year. Жылдың 10-ші айы. It is October. It is the first month of winter. Қыстың бірінші айы, қыс мезгілінің, December. It is the second month of summer. Жаз мезгілінің екінші айы. It is July. It is the first day of spring. Көктем мезгілінің бірінші күні. The first of March. It is the third month of autumn. Күз мезгілінің үшінші айы. It is November. Дәптерімізге жақсылап жазып аламыз балалар. Келесі study sport. Грамматикалық қысқаша түсіндірме. Бұл жерде бізге бұрыс етістіктердің өткен шақтағы формалары берілген. Бірнеше нұсқасын қалдырыпты. Blow, blew, bring, brought, do, did деген секілді. Бірақ мен мысалға нақты түсіндірме жұмысын жүргізгім келіп тұр. Dad gave Anne a present yesterday. Кеше әкесі Аннаға сыйлық сыйлады. Өткен шақтағы болымды сөйлем. Did he give Anne a card too? Ол Аннаға тағы да карточка сыйлады ма? Сұраулы сөйлем. No, he didn't. Жоқ, ол сыйламады. Енді қараңыздар, сұраулы сөйлем жасайтын кезде бізге did деген өткен шақтың көмекші етістік көмекке келеді. Яғни did деген көмекші етістік тұрса, қасындағы етістік негізгі форма күйінше қалады. Өзінің, мысалы, gave болмайды, give болып қалады. Did he gave деп айтпаймыз. Осы ережелерді келесі жаттығуларда қолданамыз. Exercise 17. Read and choose. We went to the zoo last Saturday. Did he have a party on his birthday? Сұраулы сөйлемді. Mom made a big cake last night. Анам өткен түні өте үлкен торт пісірді. I didn't do my homework last night. Өткен түні мен ешқандай үй жұмысын жасамадым. She rode her bike to school yesterday. Кеше мектепке дейін ол велосипедпен барды. Did you drink milk last night? Өткен түні сен сүт іштің бе? Деген сұраулы сөйлемде негізгі форма қалады, drink болып. Now let's do next exercise 19. What did they do yesterday? Listen and choose. Олар кеше не істеді? Тыңдаймыз және дұрыс нұсқасын таңдаймыз. Ал кеттік балалар, аудио тыңдаймыз. Where did Liam and Lily go yesterday? Did they go to the zoo? No, they didn't. They went to the park. What did Jake do yesterday? Did he ride a bike or an elephant? He rode a bike. What about Daisy? Did she make a kite? No, she didn't. She made a cake. It was delicious. And Nanny? What did she do? She wanted to write a letter, but she wrote a card. Балалар дұрыс нұсқасын тауып, дәптерге жақсылап жазып аламыз. Яғни, мына жерге жазып қойдым. Park, a bike, a card. Яғни, дұрыс нұсқалары осылар. Now let's do next exercise 20. Talk with your friend. Яғни, досымызбен сөйлесеміз. Мысалға, бірнеше мысалдар жазып қойдым. Did Jake ride a bike?
Джейк велосипед айдады ма? Yes, he did. Иә, ол айдады. Немесе yes, Jake did десек те болады. Did Daisy make a kite? Ол батпырау жасады ма? No, she didn't. Ол жасамады. She made a cake. Ол торт жасады. Did Nanny write a card? Nanny карточка жазды ма? Yes, Nanny did. Иә, Nanny карточка жазды, иә, ол жасады деген секілді. Балалар, сіздерге бүгінгі түсіндірген жаттығулар сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрқашан менімен бірге болыңыздар. Қазір тіркеліп қойсаңыздар, келесі видео сіздерге бірінші көрініп тұрады. Сау болыңыздар. Goodbye.